Баршаңызға қайырлы күн. Менің сәтті әрі түрлі рецепттер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арналған салат түрін бірге дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін алдын ала тазартылып алған помидор, перец, чеснок, пияз және сұйық май қажет болады. Ең әуелі осылай помидорларымыздың керек емес жерлерін, артық жерлерін алып тастаймыз да, және де 3-4 бөлікке бөліп дайындап алатын боламыз. Бөліктерге бөліп алған помидорларымызды блендеріміздің көмегімен сұйық масса дайындап аламыз. Немесе ет тартқыштан, яғни мясорубкадан өткізіп дайындасаңыздар да болады. Маған блендермен жасаған ыңғайлы болғандықтан, осылай блендердің көмегімен помидорларымызды біркелкі етіп, езіп, сұйық масса дайындап алдым. Дәл осы ретпен келесі кезекте перецтерімізді де осылай ортасынан бөліп, одан кейін теңдей 3 бөлікке бөліп дайындап алатын боламыз. Неғұрлым үлкен бөліктерге бөлсек, соғұрлым біздің салаттарымыз өте әдемі көрінетін болады. Осылай бөліктерге бөліп дайындап алғаннан кейін салатымызға кірісеміз. Ол үшін бізге 2 немесе 3 бас пиязымызды осылай бөліктерге бөліп қуыруға дайындап алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған отымызға ыдысымызды қойып, ішіне сұйық майымызды құйып, сұйық майымыз қызған кезде үстіне алдын ала турап алған пиязымызды салып, осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Қоңыр сары түске енген уақытта үстіне алдын ала дайындап алған помидорлы массамызды осылай құйып, жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Міне, құйып алдық, енді пиязымызбен жақсылап араластырып алатын боламыз. Жарты сағат уақытта қайнағаннан кейін үстіне алдын ала турап алған перецтерімізді де салып, оны да жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне, осылай қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге салатымызға дәм беру үшін осылай чесногымызды да, яғни сарымсағымызды осылай үлкен көлемде домалақтап барлығын турап аламыз. Одан кейін өз қалауларыңызша аскөк, яғни укропымызды да үлкен көлемде осылай турап алатын боламыз. Салатымыз жақсылап жарты сағат уақытта қайнағаннан кейін үстіне алдын ала турап алған чесногымызды және де укропымызды да салып, тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Дәл осы салатымыздың үстіне дәм беру үшін осылай түйіршіктелген қара бұрышымызды және де лавр жапырағын қолдансаңыздар болады. Өйткені біздің салатымызға өте керемет дәм береді. Міне, осылай барлығын араластырып алғаннан кейін бұрқылдатып, жақсылап қайнатып алатын боламыз. Енді дәміне қарай тұзымызды және де қант қолдансаңыздар да болады. Себебі помидор өз қышқылын беретіндіктен салатымызға қант қолданған жөн. Қантты да өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Мен толтырмай бір шыны ыдыспен осылай қантымызды салып,
жақсылап араластырып алдым. Міне, біздің салатымыз да дайын. Ендігі кезекте алдын ала стерилденген, яғни булап алған банкілерімізге осылай біркелкі етіп барлығын құйып шығатын боламыз. Рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына сіздер де өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Дәл осы рецептпен менде шамамен 6 литр шықты. Рецепттің толық құрамын описание бөлімінен таба аласыздар. Сол жерден қарап, сіздер де жасап, қысқа дайындасаңыздар болады. Жабатын қақпақтарымызды да алдын ала суда стерилдеп дайындап аламыз да, банкілерімізге осылай жауып, одан кейін барлық банкілерімізді осылай банкі жапқышпен жауып алатын боламыз. Барлығын жауып алғаннан кейін банкілерімізді төңкеріп, үстінен жақсылап жауып, бір түнге қалдырамыз. Міне, біздің қысқа арналған өте керемет болып шыққан салаттарымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен қысқа арналған салаттың рецептісімен бөліскен Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.